Қыз қандай әсем еді қара далам, арманым бірақ, бұл жекен шанамаған. Ақиық ақын Ғабиден Құлахмет қыс мезгілін осылай сипаттайды. Сонымен қатар Александр Пушкинді қыс мезгілін жақсы көретін. Естеріңізде болса, аяз бен күн сәулесі қосылып, ғажайып ауа райы сыйлайды деп жырлаған. Бүгін бізде күн тамаша достар, бірақ та синоптиктер бүгін суық болады деп бізге айтқан. Шындығында да достар, қыс мезгілі анау айтқандай шынымен де соншалықты қорқынышты емес шығар. Менің ойымша, қыс мезгілі ол төбеден сырғанап, шаңғы теуіп, банкідегі тұрған көкөністер мен жемістер көз алдында елестейді. Осы жерден достар лириканы тоқтатайық. Менің атын жөнім Азамат Мадгул. Армысыздар достар. Мен қолыма өзімнің фотоаппаратымды алдым. Және де өзімнің профайлымдағы фотосуреттерді толтыруға кез келген сияқты. Сонымен қатар достар, керемет сәттерді қағып алайық. Айтпақшы, жапондықтар қыс мезгілін таңғаларлықтай думандатады екен. Бұл жарқын қысқы фестиваль деп аталады. Іс-шара қыс бойы созылады. Куванның гүлді саябағы миллиондаған түрлі түсті гирляндалармен жарықтандырылып, Пандораны еске түсіреді екен. Аватар сахнасының жайнағаны естеріңізде ме? Фотоаппараттардың жарқылдағы, келушілердің шаттанған жүздері және ғажайып түсірілімдер. Қысқасы, бір рет көріп, 100 рет фотоаппаратқа түсіру керек. Көздің жауын алатын фотосуреттер дегім келеді. Достар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қысқы демалыс фотосуреттер. Бүгін бағдарламада қандай жанрдар, қалай түсіру керек, қандай технологиямен түсіру керек. Бүгін біз шеберлермен кездесеміз. Танымал тұлғаларға барып, қонаққа барып, фото өнер арқылы әңгіме қозғаймыз. Достар, ал бағдарламамызды бастамас бұрын интернетте жарған фотосуреттерге назар аударайық. Міне осындай суық суреттер болса да, бойымызды жылытады. Дегенмен, қысқы уақытты өткізу қимыл әрекетке толы. Қимылға толы түсірілімдер толық ғылымның өзі. Қозғалыстағы нысанды түсіру қиын. Себебі фотосуретке жанама қимылдар әсері түсіп, қалуы ғажап емес. Мысалы, түсірілім нысаны бұлдырлап, ал фоны қалыпты болуы мүмкін. Кәсіпқорлардың айтуынша, ең біріншіден тәжірибе, екіншіден тіс қаққан шеберлердің кеңесі керек дейді. Қысты күні жаз болса екен деп армандаймыз. Осындай суық күнде жазғы фотосуреттер құтқарып қалады. Көз алдыңызға елестетіңізші. Жылы көрпеге оранып, таңқурай тосабы қосылған шайдан іше отырып, альбомыңызды немесе гаджетіңізді ақтарып, жазды аңсап отырсыз. Қыста қызықтар аз деп ойлайсыз. Оның үстіне мынандай фотосуреттер көзіңізді жаулап барады. Осы жұмыстың авторы Дарья Дунич бұл суретті сезім кеңістігі деп атапты. Эта фотография, она передает... Бұл фотосурет жазғы көңіл күйді тіршілікті береді. Яғни баланың қуанышы қойнына сыймай секіріп жатыр. Ребенок радуется, прыгает. Жаздың жарқын күнін еске алып бір жадырап қалдыңыз ба? Олай болса, түсірілім технологиясын анықтап көрейік. Автордың айтуынша, ең қиыны қажетті қимылдар шығару үшін түсірілім нысанына еркіндік беру. Егер сол дұрыс болса, онда фотоаппарат атқарымын нысан мен ауа райы жағдайынан аңғайлаңыз.
При съемке этой фотографии Бұл фотосуретті түсіргенде біз 1000 секундтық қысқа ұсталымын ғана пайдаландық. ISO-ны күн жылылығына байланысты 100-ге қойдық. Сонымен қатар біз жарыққа сезімтал объективті пайдаландық. Бұл ұзын фокусты объектив 70-200. Түсірілім таяушсыз өтті. Себебі біз балалармен жұмыс істейміз. Сондықтан да балалардың тілін табуымыз керек. Фотографтар қозғалыс үстіндегі түсірілімдерге сериялық түсірілім міндетін пайдалануға кеңес береді. Ол бір басқанда бірнеше рет түсіруге мүмкіндік береді. Сонда сіздер керекті кадрды дәл ұстай аласыздар. Сонымен қатар үздік туынды шығаруға көмектесетін техниканы меңгеріп алғаныңыз жөн. Сіздің фото қаруыңыз да қажетті міндеттерге бөлініп тұрған шығар. на многих полупрофессиональных камерах есть режим спорт. Көптеген жартылай кәсіби камераларда спорт немесе қозғалыс режимі болады. Ол ISO мағынасына қарай камера автоматты түрде қойылады. Бірақ әрине мен сіздерге қолмен күйге келтіруге кеңес берер едім. Себебі ол сіздің мүмкіншілік көкжиегіңізді кеңейтеді. Расширяет горизонты ваших возможностей. Жанама әсерлерден абай болыңыздар деп ескертеді кәсіпқойлар. Бұлыңғырлық, дақтар және орынды дұрыс таңдамау фотографты осындай түсірілімдер кезінде фотографқа бұл кедергілер жағаласа жүреді. Ал егер қыс мезгілінде суретке тартатын болсаңыз, бұл тізімге қарды қосуға болады. Ол да кедергілер тудырып, жарыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Снег имеет до 99% отражения. Қар 90%-ға дейін бейнеленеді. Көбінесе камералар автоматты күйге келтіріліп, тек 18%-ға жуық қар бейнесі көрінеді. Ол үшін біздер қойылу параметрлерін ыңғайлап, түзетіп, 1,5-2 сатыға жоғарылатамыз. Корректировка экспозиции 1,5-2 ступени поднять. Ал аптап ыстық жаз айларында қысқы таза ауаны аңсайсың. Елестетіп көріңіздер. Қапырық ауа райында салқын сусынды іше отырып, қысты еске алып отырсыз. Айтпақшы, қозғалыстағы қысқы фотосуреттер ыстық ауадан оңай арылтады. Ол үшін фотоаппаратты алыңыз да қарлы тауларды бағындыруға аттаныңыз. Есесіне жазда еске алатын нәрселер болады. Былай қарасақ, достар, ешқандай қиын жоқ сияқты. Қажетті параметрді қоясын, сериялық түсірілім міндетін қосасын, өзіне не керек қандай ойын-сауық суреттерді түсіргің келсе, солардың түсіре бересің. Мүмкін менің сөздерім фотографшылардың күлкісін шығарған шығар. Істі іспірт біліп істейтін адамдар болмас үшін теорияға жүгінейік. Әйтпесе күлкішті болып кетеміз. Былай деп жазылған екен. Фотосурет іс-әрекеттерді көрсете алмайды. Фотоаппараттың төменгі түймесін баса отырып, біз өмірді бір сәтке тоқтата аламыз. Дегенмен жақсы суреттерді қозғалып жалғасы бара жатқандай көрінеді. Қазір біз динамикалы фотосуреттер жайлы әңгіме қозғаймыз. Фото істегі ең қиын жанрлардың бірі қозғалыстағы түсірілімдер. Суреттегі қимыл кезеңін дұрыс бере алу үшін қолайлы кездерді сәтті тауып, дер кезінде батырмасын басу керек. Сонымен қатар, бос кеңістік жайында ұмытпағаныңыз маңызды. Ол кадрға қозғалыс әкелуге мүмкіндік береді. Мысалы, егер түсірілім нысаны таудан ұшып сырғанап келе жатқан шаңғышы болса, мына фотодағыдай қозғалыс бағытына толтырылмаған бос орын қалдырып қойғаныңыз абзал. Суреттегі қозғалысты қайта көрсетудің тағы бір тәсілі бар. Ол жүргізу желісімен түсіру. Адам қозғалыстағы нысанды бақылап отырғанда фон тұрақты болып қала береді. Ал нысан оған қарсы қозғалады. Жүргізу желісі нысанды кадрдың динамикалы композициясының фонында түсіріп алуға мүмкіндік береді. Осылайша қозғалыс әсері күшейе түседі. Мысалы, мына фотода дәл солай. Динамикалы түсірілім жүргізілмес бұрын мамандар сол жермен мұқият танысып алуға кеңес береді. Түсіретін нүктені тауып, ыңғайлы ракурс таңдап алу қажет. Сонымен қатар, кәсіпқой мамандар көздеген кадрды өз ойынша елестетеді. Естеріңізге сақтаңыздар, кадрдың ортасына нысанды ұстаудың қажеті жоқ. Одан да мына фотодағыдай шетке жіберген дұрыс. Қозғала отырып, көңіл көтеріңіздер. Қазақстандық сақтандыру компанияларының бірінің мәліметтері бойынша, әрбір жолда жүрген азамат өзінің селфи жасайды екен.
Бұл да біздің жанрға сәйкес келеді. Дей тұрғанмен селфи түсірілімі келе жатқан кезде жүргізушінің 14 секундқа, әлеуметтік желідегі парақшаны тексеру үшін 20 секундқа алаңдатады екен. Егер автокөлік 60 км сағатына қозғалып жатқан кезде өткен ұзындығы футболдың 2 алаңына сәйкес келеді. Құрметті жүргізушілер, селфи сіздерге ойыншық емес. Жүрген кезде фотоаппаратты шығармаңыздар. Тек қана келген кезде фотоаппарат шығарып, өз ұнаған суреттерді өздеріне тартып алыңыздар. Алғашқы ең жарқын қысқы ойын сауық фотосуреттері 1924 жылы бірінші рет өткен қысқы Олимпиада ойындарында пайда болған. Фотокамералар барлық дайындықтарды, жарысты және таңданған жанкүйерлерді суретке тартып алған еді. Фотографтар қаншама ғасырлар бойы сәттерді тоқтатып аламыз деп келе жатыр. Тағы да сіздерге айта салайын, бұл деген толық ғылым. Теориялық бөлімін аяқтап, қолымызға фотоаппарат алып, бір қалыпты емес, жедел жүгіріп жүріп, фотоаппараттың камерасын батырмасына басып, осынаны. Сонда ғана динамикалық фотосуреттер шығады. Ендеше тәжірибе жасауға кеттік. Ой, Даш, сәлем. Саламатсыз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Дарья, қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі бағдарламада біз осындай керемет тақырып қимыл әрекетте түсіретін фотолар жайлы болады. Дарья, біз дайынбыз ғой? Дайын болсақ, іске сәт кеттік. Дарья, осындай сұрағым бар саған. Ең біріншіден, осы жерде, мысалы таулы жерде, объекті қалай таңдау керек? Это достаточно хорошая точка для начала нашей съемки. Бұл нүкте түсірілім бас үшін айтарлықтай жақсы орын. Күн сәулесі кадрға тура түсіп тұрған жоқ. Я думаю, что можно приступить. Дарья, мысалы, ұнаған объекті суретке тартып алу үшін, мысалы, фотоаппаратты автоматтық түрде түсіру керек па? Объекті әлде оған шағын бір дайындық керек па? Автоматты түрде түсіруге болады. Себебі фотоаппараттың интеллектуалды күйі болады. Бірақ мен адамның өзі қолымен түсіріп үйренгені дұрыс деп санаймын. Фотоаппараттың ерекшесі жайлы айтып бер бізге. Оның ішінде қандай жүйелері бар? Самое главное у нас это... Бізде ең бастысы ұстау уақыты қысқа. Бүгін күн шуақты болып тұр. Сондықтан күн қарға шағылысып барлық зат жарқырайды. Соны жүзге қойып, нысанға дейінгі қашықтық айтарлықтай алыс. Сондықтан да біз фокусы ұзын объективті пайдаланамыз. Түсірілімді қай режимде жасау керек? Көп сериялықта әлде кадрлық бойынша? Әрине, біз ең мықты кадрларды түсіріп алуымыз үшін жоғары сериялы түсірілімге қоямыз. Біз қозғалыстағы нысанды түсіретін болғандықтан фотоаппарат таянышты пайдаланғанымыз ыңғайсыз болады. Одан да тұрақты қалыпты пайдаланғанымыз жөн. Қарашы, шаңғышы өте қатты жылдамдықпен келе жатыр. Қазір біз оны түсіреміз. Сериялық түсірілім есебінен бізде көптеген жақсы кадрлар шықты. Бірақ біз олардың ішінен ең күштісін таңдай аламыз. Енді сен жасап көр. Жақсы. Ал енді мен барып көрейін. Қалай менде шығады? Ну-ка покажи, что ты тут наснимал. Қане, көрсете ғой, не түсірдің? Міне қарашы, сен қысқа ұстауға қоюды ұмытып кеткенсің.
Біріншіден, сен дұрыс тұрған жоқсың. Себебі сенің суретің бұлдырап шыққан. Таянып тұрудан қорықпа, нысанды аңдып тұр. Ол саған ыңғайлы ракурста тұрғанда сен сол кадрды қағып алуың керек. В этот момент ты его должен поймать. Сонымен, қозғалыстағы жанр фотосуретін қалай түсіруді үйрендің бе? Ол енді шын айтсам маған кішкене қиындау болды. Бірақ та менің ойымша әлі осы жерге келу керек. Көп сабақ алу керек, тәжірибе жинау керек маған. Уақыт тауып бұл жерге міндетті түрде тағы келеміз. Жақсы, келістік. Ал кеттік. Біздің студиямыздың қонағы керемет 8 қырлы бір сырлы жігіт. Жақында Қазан қаласында өткен халықаралық Турквижн байқауының жеңімпазы, керемет домбырашы, күйші Нұржан Тәжікенов. Нұржан, қош келдіңіз. Өнер адамы енді жан жақты болып келеді ғой. Сіз әуесқой фотосуретшісіз бе, әлде суреттерді кәсіби фотоаппаратпен түсіргенді ұнатасыз ба? Әрине, кәсіби күйшімін деп айта аламын, бірақ кәсіби фотосуретші деп айта алмаймын, себебі әуесқой суретшіміз. Бұндай бұл фотосуретті оқыған емеспіз, бірақ әуесқой фотосуретші болсақ та кәсіби тұрғыда фотоға түсуге жаңағы ат салсамыз, барымызша кәсіби деңгейде. Сіз ISO, диафрагма, ракурс сынды фотоаппараттың қосымша бағдарламаларын білесіз бе? Бейне түсірілімдерден, фото түсірілімдерден жаңағы білдік, үйрендік бәрін. Соны өзімізше мана ұялы телефонымызбен түсірген кезде соларды қолданып қоямыз. Енді оны бірде сәтті шығады дегенде, әңгіме жаңағы бір кәсіби неде түсу емес, әңгіме жаңағы өзің түскен суретің өзіңе ұнауы және де халыққа ұнауы. Нұржан, сізде қысқы демалыстан қалған суреттеріңіз бар ма? Мәселен, шанамен сырғанап, коньки теуіп жүрген сияқты. Енді коньки теуіп, шанамен сырғанап ондай суреттерім жоқ, бірақ қысқы демалыстан суреттерім бар бірнеше. Себебі менің мына қысқы демалысымның көбі жаңағы шет елдерде өтті. Соның ішінде жаңағы Греция, Австрия, Швейцария деп жатамыз. Осы кеше ғана сол елден келдім, Цюрих деген қаласынан. Ол жақта енді табиғаты деген өте ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес, әрине табиғаты өте керемет. Сол жақтардан түскен әрине көп естелік суреттер бар. Жалпы өзім сол табиғатта суретке түскенді қатты жақсы көремін. Себебі енді әдемі ол, қанша дегенмен тау, табиғат деген өте адамға бір әсер беретін өте көріністер жақсы. Сонда түскен суреттерім бар, біраз суреттер бар. Нұржан, көп рахмет. Өнеріңіз өрге жүрсін, табыс тілеймін сізге. Рахмет көп сіздерге де. Сау болыңыз. Ал мен өткен сабақты қайталауға қарсы емеспін. Шеберлердің кеңестерін білім және мәдениет телеарнасының сайтынан көре алатынымыз қандай жақсы болған. Айтпақшы, егер экраннан сілтемесін көріп тұрсаңыздар, сіздерге де қарап шығуға кеңес беремін. Және бағдарлама соңында сіздердің бізге жіберген ең үздік фото жұмыстарын көреміз. Барынша көбірек жіберуге тырысыңыздар. Және де дәл қағылған сәттер деп жазуға ұмытпаңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Әрдайым күлімсіреп жүріңіздер. Мүмкін дәл қазір сіздерді біреудің нысаны фотокамерасы түсіріп жатқан шығар. Біздің бағдарламамыз өз мәреге жетті. Келесі кездескенше сау саламат.